Мен Қанатова Әйгерім Қанатқызы, Абай облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қалалық номері 1 бөбекжай балабақшасында тәрбиеші болып қызмет атқарамын. Семей қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледжін 2013-2016 жылдары мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығында, академик Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университетін 2019-2020 жылдары тәмамдадым. Біліктілік арттыру курстары менің кәсіби көзқарасымды кеңейтіп, мектепке дейінгі білім беру саласындағы жұмысының маңызын тереңірек түсінуге мүмкіндік берді. Бұл курстар мені жаңашыл әдістерді ізденуге, өз тәжірибеме талдау жасауға, әр баланың қабілетіне сай жұмыс жүргізуге жетеледі. Менің ұстанымым, мен балаға дайын білім бермеймін, ізденуге үйретемін. Себебі ойлай алатын бала ертеңгі ел тірегі. Мамандығым мақтанышым естесінде мен тәрбиеші мамандығының маңызын, бала тәрбиесіндегі жауапкершілік пен мейірімнің рөлін ашып көрсеттім. Бұл мамандық мен үшін тек қызмет емес, болашақ ұрпаққа жол сілтейтін өмірлік таңдауым, үлкен мақтанышым екені баяндалды. Менің кәсіби жұмыстарымның басты мақсаты, бағыттарының бірі мектеп жасына дейінгі ұйымдарда экологиялық тәрбие беру. Осы бағытта мектеп жасына дейінгі ұйымдарда педагогикалық, экологиялық жобаларды іске асырудың тиімділігі тақырыбында баяндама дайындалып, тәжірибеде қолданылды. Экологиялық жобалар арқылы балалардың табиғатқа деген сүйіспеншілігін қалыптастыру, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау, зерттеушілік және танымдық қабілеттерін дамыту көзделді. Сонымен қатар, аталған тақырып аясында әдістемелік мақалалар жазылып, педагогикалық тәжірибе тарату жұмыстары жүргізілді. Әдістемелік қоржында түрлі ашық оқу іс-әрекеттер жинақталған. Соның бірі қыз қызығы тақырыбындағы кіріктірілген ашық оқу іс-әрекеті. Бұл іс-әрекет барысында балалардың маусымдық құбылыстар туралы түсінігі кеңейіп, ойын, зерттеу және танымдық тапсырмалар арқылы белсенділігі мен қызығушылығы артты. Интернет қауымдастықтарға белсенді қатысамын. Педагогтермен тәжірибе алмасып, оқу тәрбие үрдісіне қатысты жаңа идеялар мен әдістемелерді меңгеремін. Осы бағытта ұйқыдан кейінгі сәттер тақырыбында ашық оқу іс-әрекетін өткізіп, заманауи тәсілдерді тәжірибеде қолдандым. Ерте дамыту институты ұйымдастырған мамандығым мақтанышым подкаст байқауынан диплом иелендім. Шебер әке, өнерлі ана, еңбекқор бала байқауының аудандық кезеңінде 2-ші орын алдым. Сонымен қатар, балабақшашылық сайыстарға белсене қатысып, мадақтамалар мен марапатталдым. Мен үшін бұл жыл ерекше есте қалады.